Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім және арнама қосылып жатқан, жаңадан қосылып жатқан менің сүйікті көрермендерім. Мен сіздерді өте жақсы көремін. Ал ендеше мен қазір обедке жақсы бір салаттың түрін көрсетейін деп жатырмын. Ол үшін міне 2 редиска жудым, 2 қияр, 1 жұмыртқа, майонез. Негізі осы 3 нәрсемен де жасауға болады, бірақ менде жүгері қалып кетті және сондықтан бұл жүгерімде қосуды жөн көрдім. Ал ендеше бастайық. Жұмыртқаны қоя отырайын. Бірінші қиярымды турап алайын. Қияр болды. Осы редисканы мен жолдасым жақсы көреді. Негізі енді көктем уақытында барлық дәрумен, әрине бәрі дәрумен табылмайды ғой, әсіресе ауылда. Сондықтан Б таңдайтын заман емес депті ғой бір отырып қалған қыз. Сондықтан қазір енді анау жақсы, мынау жаман дейтін заман емес. Қолда барды оқсатып, бала-шағаға тамақ жасап, дастарханды толтыру әйел адамның парызы. Ас ұстағанның азабы көп деп шешем марқұм айтушы еді. Бәрін біліп кеткен ол кісі. Деген үлкен редиска жарық. Өткенде Семейден алып келген. Килограмман 500 теңге екен, арзан болған соны алып едім. Жарықтық, неше күн ас болды отбасыма. Ой. Құрметті менің көрермендерім, өткенде мен 2 ағзаттан дәмді бауырсақ деп жазғам ғой. Содан біреу маған комментарий жазыпты, екеу дедіңіздер қаншама зат қостыңыз деп. Сол сияқты мен 3 ағзаттан жасалатын салатымның түрі. Қазір мен енді бұған жүгері қосайын деп тұрмын. Сондықтан тағы да комментарий жазасыздар ғой енді. Сіз 3 ағзаттан дегенсіз 4-ші затты қостыңыз деп. Қосайық енді неге болса. Бісміллә деп, жүгеріні өте жақсы көрем. Сіз жақсы көрсеңіз бәріне қоса бересіз бе деп комментарий жазады қазір. Тұзсыз астын дәмі жоқ әрине. Енді майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Әп-сәтте менің салатым дайын болды. Четверг, вторник, плотный обед, короче, біздің үйде. Четверг, вторник келулеріңізге болады. Ауылдағылар келіп, біздің үйден салат жеп кетіңіздер. Құрметті де менің сүйікті көрермендерім, міне әп-сәтте 3 ағзаттан дайын болған менің салатым дәруменге толы. Көктем уақытында ұзынның қысқарып, жіңішкенің үзілетін кезі дейма. Осындай уақытта таптырмайтын салаттың түрін жасадым. Ендеше менің каналыма енді ғана қосылып жатқанда, немесе көріп өтіп кетпей, менің
бір ғана қоңыраушамды басып арнама жазылыңыздар, қазақ контентін қолдаңыздар, қазақ каналын қолдаңыздар. Қыз келіншектер бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Мен сіздерді жақсы көремін. Ендеше менің каналыммен бірге болыңыздар. Каналымның аты пайдалы кеңес, жоғалтып алсаңыздар, Ардақ Әлбековна. Сау саламатта болыңыздар.